Егер адамдар бірін-бірі осылай құшырлана аймалап, бауырына басса, байлықсыз-ақ, атақсыз, даңсыз-ақ бақытты болар еді. Қайтерсің, біреу сенің қарайып, жер басып жүргеніңе қуанады. Біреу сенің осы дүниеге келгеніңді де көре алмайды. Мен жоқ болсам, менің орныма зығыр егетіндей-ақ. Зығырданы қайнап жүреді. Адамдар әділдікті күннен үйренбей-ақ қойды. Күн сен патшасың ба, пақырсың ба, байсың ба, кедейсің бе, ешкімді алаламай, бәріне сәулесін тең таратады ғой. Адамдар әділдікті қара жерден де үйренбеді. Сен патшасың ба, пақырсың ба, байсың ба, кедейсің бе, қара жердің қойнына кірген соң бір дейсің. Патшаның етін жеген құрт арық екен деп, пақырдың етін жемей қоймайды ғой. Дүниедегі ең қиын зат жалғыздық қой. Төңірегіңде іштегі қайғың мен қуанышыңды өзіңмен бөлісе алатын жан серік адамдар барда тірліктің де, өлімнің де бір мағынасы болуы хақ. Бұдан рас, өлімнің салмағы жеңілдеп кетпейді. Өлім қашанда қорқынышты. Бірақ сенің өлімнен қашып тіршілікке ынтығуыңның өзі сол тіршіліктің мағынасы барын дәлелдейді. Ал жер бетінде бүкіл тіршілік атаулы жойылып, әлемде жалғыз қалған бір сәтіңді елестетіп көрші. Мұндайда өлім қорқынышты емес, керісінше тірлігің қорқынышты болмақ.